облыс ел өрік көкөніс бақша алма және жүзім өндіру бойынша қосбасшылықтардың бірі болып табылады. Бүгінгі жиналысында өңіріміздің ауыл шаруашылығында өзекті мәселелерді талқылап, оларды шешу жолдарын қарастыруға бағытталады. Сіздердің облысқа тұрғындардың әл-ауқатын жасап жатқан үлестеріңіз үшін шын алғысымызды білдіреміз. Бұл сапар жаңа идея мен жоспарларды жүзеге асыруға, сондай мемлекет бағдарламаларының тиімділігін арттыру септігін тигізеді деп есептейміз. Кездесуге Алматы облысы әкімінің тарапынан ауыл шаруашылық басқармасы, аудан және қала әкімдерінің агросектор жауапты орынбасарлары және бөлім басшылары, шаруа қожалықтары өкілдері қатысып отыр. Құрметті әріптестер, кездесудің алғашқы сөзі ауыл шаруашылық вице-министрі Ермек Кенжеханұлына берді. Құрметті бақытты, құрметті әріптестер, ауыл шаруашылығы өндірушілері, жалпы алайда біріншіден Алматы өңіріне келгенімізге өте қуаныштымыз. Баршаңызға осындай уақыттарыңызды бөліп, жиынға бергендеріңізге үлкен рахмет. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, арнайы мемлекет басшысының, үкімет басшысының тапсырмасы бар. Орталық мемлекеттік орган басшылары осындай жыл сайын әр өңірге аралап, өз саласы бойынша шаруалармен, жалпы халықпен кездесу ұйымдастыру жөніндегі тиісті тапсырмасы бар. Соның аясында біздің графикке сәйкес біз осы Алматы облысына келіп, министрдің деңгейінде кездесуді ұйымдастырып жатырмыз. Басқа да әріптестер, басқа өңірлерді аралап жатырмыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, ауыл шаруашылығы министрлігі болғаннан кейін біздің басты жұмысымыз осы ауылда. Біздің басымыз ауылда, сол себептен біз енді бұл өңірге бірінші келіп жатқан жоқпыз. Жалпы ауыл шаруашылығы министрі Айдар Бейсекұлы сапар осы жылдың бірінші жарты жылында, қателеспесем, мамыр айында осы жерде болып, Алматы облысы, Жетісу облысының жұмысымен танысып, көктем дала жұмыстарымен танысып, сонымен қатар мынау шегіртке қарсы өңдеу жұмыстарымен, жалпы мына инвестициялық жобаларын іске асыру барысымен келіп кеткен болатын. Ал енді қазір жағдайда өзі министр маған тапсырма беріп, осы өңірге шығып, өздеріңізбен кездесіп, мынау жалпы біздің шаруашылықтардың, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің басында қандай мәселелер туындап жатқаны, қандай мәселелер шығып жатқаны, өңірдің жалпы ауыл шаруашылығына беретін ұсыныстар қандай екен, соны өздеріңізбен ақылдасып, келісіп, бізге беретін тапсырмалар болса, оны біз қазір мүмкіндік болса шешуге, немесе мүмкіндік болмаса ары қарай орталық деңгейге жеткізіп, тиісті шешім қабылдау мақсатында келіп жатырмыз. Сол себептен біріншіден осы өздеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді және бақытты айтып өтті, Алматы облысы жалпы біздің Қазақстанның жетекші аграрлы өңірлерінің бірі болып табылады. Ол біріншіден жалпы климаттық жағдайына байланысты, екіншіден үлкен біздің мегаполис Алматы қаласының бойында орналасқан себептен әрине аграрлық өңір болып есептеліп, екіншіден аграрлық өңірді дамыту, ауыл шаруашылығын дамыту үлкен міндет болып есептеледі. Облыстың жалпы өңірлік өнімдегі ауыл шаруашылығы үлесі бүгінгі таңда шамамен 6%-ды құрайды. Ол жоғары, әрі қарай әрине бұны жоғарылату міндет, өйткені айтып отырмын, бүкіл мегаполисті азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін біз оны әрі қарай да дамытуымыз қажет. Мемлекет басшысы өздеріңіз жақсы білесіздер, агроөнеркәсіп кешеніндегі ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемін 2 есеге арттыру бағытында үлкен міндет қойған болатын. Осы міндетке қол жеткізу үшін агротехнологияларды кеңінен ендіру, оның ішінде тыңайтқыштарды енгізу, жоғары сапалы тұқымдарды пайдалану, техниканы жаңарту деңгейін арттыру, сондай-ақ асыл тұқымды мал шаруашылығы қоса алғанда мал шаруашылығы қарқынды дамыту есебінен өндірістің технологияларын арттыруды қамтамасыз ету қажет мақсаты осы берілген. Бұл бағыт бойынша, әрқайсы бағыт бойынша біз жұмыстар жасап жатырмыз. Біріншіден өздеріңізбен әр бағыт бойынша осы айтылған бағытта технологияларды қолдану, кеңінен өндірісті дамыту мақсатында мемлекет тарапынан әр бағыт бойынша мемлекеттік қолдау шаралары қамтамасыз етілген. Оған енді әрине мемлекеттік қолдау шараларын бекіту ол бір бөлек, бірақ оған қаржы бөліп, оны іске асыру екінші мәселе болып табылады. Соңғы 10 жылда көктем егін жинау жұмыстарын қаржыландыру көлемі 70 миллиард теңгеден ағымдағы жылы 700 миллиард теңгеге дейін 10 есе ұлғайтылған.
енді өздеріңіз білесіздер, осы жыл сайын біз осы өңірлерге барғанда шаруашылыққа көтеретін бірден бір мәселесі осы көктемгі далалық жұмыстарға немесе мына күздік егінді жинау барысында қаржының жетіспеушілігі мәселесі әрқашан да көтерілетін. Қай жерге барсақ та шаруалар осы қаржының тиімсіз екенін немесе қаржының тиісті екенін мәселе көтерілетін. Бірақ бүгінгі таңда бұл өз шешімін тауып жатыр. Осы жылдың өзінде, бір жылдың өзінде 700 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Ол 700 миллиард былайша айтқанда барлық егін жұмыстарын уақытылы ұйымдастыруға, жеткізуге, тиісті осы қаржы есебінен минералды тыңайтқыштар сатып алуға, тұқым сатып алуға, басқа да және дизель отын, басқа заттар сатып алуға толық мүмкіндік беріп отыр. Бүгінгі таңда республика бойынша жалпы сомасы 490 миллиард теңгеге 7485 тауар өндіруші қаржыландырылды. Оның ішінде Алматы облысы бойынша 14,5 миллиард теңгеге 320 ауыл шаруашылығы тауар өндіруші осыны қолданып отыр. Бұл енді жалпы айтқанда мына көктемгі далалық жұмыстарына, жаздық далалық жұмыстарына берілген қаржы, әлі де қаржы бар. Өйткені алдымызда егін жинау науқаны келе жатыр. Сол себепті егін жинау науқанына да тиісті қаржымен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік бар. Бұрындары егер де біз осы қаржыландыруды тек қана аграрлық кредит корпорацияны қаржыландырып жүрсек, бүгінгі таңда біз қаржыландыру бағыттарын кеңейттік. Бүгінгі таңда 6 арна бойынша қаржыландыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл барлық өңірлерде орналасқан аграрлық кредит корпорацияның филиалдары арқылы екінші деңгейдегі банктерді бұл жұмысқа жұмылдырған. Өңірлік инвестициялық орталықтар, кредиттік серіктестіктер, әлеуметтік корпорациялар және микро қаржы ұйымдары арқылы да тиісті кредит беру жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы егіс жұмыстарына кредит беру кезінде кепілмен қамтамасыз етудің жетілдіктері туралы мәселені шешу мақсатында бұл да мынау шаруалардың тұрақты деңгейде көтеріп тұратын мәселесі. Біз мысалы қаржыландыруға қаржыны алу үшін тиісті кепілдік қою керек. Бұл жерде залог дейміз ғой, мысалы залогымыз жетпейді, қаржыландыру мәселесі туындайды. Сол себептен де тиісті осы залогпен кепілдікпен қамтамасыз ету бағытында қарыз сомасы 85% мөлшерінде даму қоры арқылы кепілдік беру тетігін қолдану жалғастырылды. Осындай жаңадан мүмкіндік ашылған. Шаруалар қандай да бір қарыз алатын жағдайда 85% кепілдігін даму арқылы гарантия алу мүмкіндігі бар. Мемлекет басшысының ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылған жылына 10%-ға дейін жеткізу жөнінде тапсырмасы бекітілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы бағытта да біз Қазагрофинанс арқылы таза 5%-ға дейін 250 миллиард теңге сомасында лизинг бағдарламасы жалғастырылды. Осы жылдың өзінде біз бұл бағыттарда қаржы көлемін ұлғайттық. Бүгінгі бір жылдың өзінде 250 миллиард қаржы беріліп жатыр. Бағдарламаның аясында осы берген қаржы есебінен 6000 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы көлемінде машина трактор паркін жаңартуға мүмкіндік беріп отыр. Осы бағдарлама аясында ағымдағы жылы Алматы облысы бойынша 2,8 миллиард теңге сомасына 222 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы сатып алу қаржыландырылып отыр. Бұл бағытта да бүгінгі таңда да Қазагрофинанс қаржыландыру мүмкіндігі әлі де ашық. Сол себепті егінді жинау барысына тиісті комбайн, басқа да техниканы алуға әлі де мүмкіндіктеріміз бар. Ағымдағы жылы республика бойынша жалпы егіс алқабы 23,6 миллион гектарды құрап отыр. Бұл өткен жылғы деңгейден 322 мың гектарға жоғары көрсеткіштер көрсетіп отыр. Алматы облысы бойынша бүгінгі таңда егіс алқабы өздеріңізде 412 гектарды құрап отыр. Енді тиісті жердегі егін қазіргі таңда енді егін жинау жұмыстары науқаны басталып жатыр. Осы бағытта 402 мың тонна дизель отыны қарастырылған бүкіл республика бойынша. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, нарықтағы бағадан 15% арзандатылу деңгейінде беріліп отыр. Оның ішінде Алматы облысы бойынша 1,4 дизель мың тонна дизель отыны қарастырылған. Жеңілдетілген кредит мәселесіне қатысты енді бізде бірінші ол егінді егу, егінді жинау бір мәселе, бірақ оны қайта өңдеу, оны дайын өнім ретінде шығарып өндіру ол екінші мәселе болып келеді. Бізде осы тұрақты түрде өңдеу саласына қызмет жасайтын біздің кәсіпкерлердің көтеретін мәселелер, бұл біздің айналым қаражатын қамтамасыз ету мәселесі тұрақты деңгейде көтеріледі. Осы мақсатта, осыны шешу мақсатында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласына жеңілдікпен кредит беруге қолжетімділікті кеңейту жөнінде тапсырма шеңберінде
өткен жылы біз 35 миллиард теңге көлемінде шикізат сатып алуға айналым қаражат оборот дейміз жылдық 5%-пен қаржыландыру басталған болатын. Өткен жылы бірінші қаржы бөлініп осы жұмыстар жүргізілді. Ағымдағы жылға 48 миллиард теңге қарастырылған. Бұл да осы біздің өздеріңіз жақсы білесіздер, жалпы мемлекет басшысының үлкен тапсырмасы бар. Мынау ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу көлемін 70%-ға дейін жеткізу жөніндегі. Осы 70%-ға біз қалай жеткіземіз дегенде, әрине бірінші мәселе қаржыландыру мәселесі. Бұл жерде бірінші бағыт әрине осы қайта өңдеу кәсіпорындарын салу. Бұл инвестиция құю мақсатында ол бір. Екінші, сол салынған кәсіпорындарды тұрақты түрде жүргізу үшін айналым қаражат қамтамасыз ету керек. Ол екінші мәселе. Сол себептен де біз бірінші мәселе, екінші мәселе тиісті деңгейде қаржы қарастырған. Ағымдағы жылдың өзінде біз 48 миллиард теңге қаржы қамтамасыз етіп отырмыз. Сонымен қатар мынау айналым қаражат мәселесі бағана айтып өттік. Бұл енді егістік жұмыстарына кредит өнім 1 тамыздан бастап егістік жұмыстарына оң қалыптасқан жеңілдік кредит беру бағдарламасына ұқсас айналым қаражаты жетіспеушілік мәселесін шешу мақсатында 5% мөлшерленген 50 миллиард енді айтып өттік, жеңілдік кредит іске қосылды. Бұл да үлкен мүмкіндіктерді береді. Енді мал шаруашылығына келетін болсақ, енді әрине бірінші көтерілетін мәселе бұл мал шаруашылығы субсидиялау мәселесі. Ағымдағы жылы жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерімен әкімшілендірудің күрделілігіне байланысты мал шаруашылығындағы селекциялық асыл тұқымдық жұмысты субсидиялау алынып тасталды. Босатылған қаражат мал шаруашылығы, оның ішінде етті мал шаруашылығы субсидиялаудың неғұрлым тиімді бағыттарына бағытталатын болады. Бұл да біз ұзақ уақыттан айтып келе жатқан мәселе. Қаншама азаматтар осы мал шаруашылығы селекциялық асыл тұқымды жұмыстарды субсидиялау мақсатында қанша жемқорлық фактілері болған, оны қанша бізге тиісті тапсырмалар енгізіп, оны басқа бағытта жұмыстар жөнінде тапсырма берген. Сол бағытта біз жұмыстар жасап, селекциялық асыл тұқымды субсидиялау бағытында өзгерістер енгізіп, қазір басқа да тиімді бағытта жұмыстар жүргізудеміз. Жеңілдікті кредиттер тиімді пайдалану үшін біз мемлекеттік қолдау тетіктерін бірқатар өзгерістер енгіздік. Фермерлерді субсидиялауға кредиторларды, техника өндіруші зауыттарды, тыңайтқыштарды, суармалы су жеткізуші субсидиялауға көштік. Бұл шаралар субсидиялаудың ашықтығын арттырады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады. Субсидиялардың тиімділігін бағалау үшін өндірілетін өнім көлемін ұлғайту бойынша қарсы міндеттемелер енгізіледі. Бұлайша айтқанда встречный обязательство. Енді әрине біз мемлекеттің мақсаты шаруаларға қолдау көрсету, бірақ шаруалар да өз тарапынан тиісті өзіне міндеттемелер алу керек. Бұл дегеніміз екі жақтан да жауапкершілікті біз көбейтіп жатырмыз. Осы мақсаттан біз осы жылдан бастап шаруалар тарапынан да міндеттемелер енгізіп жатырмыз. Бірақ бұл жерде міндеттеме тек қана біреу, ол өздеріңіздің өндірілетін өнім көлемін ұлғайту бойынша өздеріңіз міндеттеме аласыздар. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыру бағдарламасын іске асыруды жалғастырамыз. Өздеріңіз білесіздер, 23 жылдан бастап 2,5% көлемінде берілетін инвестиция жобаларға қаржы бөлу басталды. 23 жылы 100 миллиард теңге қаржы жұмсалды. Өткен жылы 100 миллиард қарастырылған болатын. Ал ағымдағы жылы 200 миллиард теңге көлемінде ақша қарастырылып, 2,5% инвестициялық жобаларды қаржыландыру жүріп жатыр. Енді біз осы бағдарлама аясында бірінші басым бағыт ретінде біз әрине өзімізді сүт тауарлар фермаларын салу, бұл дегеніміз біз сүтті шикізат ретінде қамтамасыз етуді басты бағыт ретінде біз қалыптастырып отырмыз. Өйткені бүгінгі таңда біз сүт өнімдері бойынша өкінішке орай біз импортқа бағыныштылығымыз өте жоғары. Сол себептен осы бағыныштылықты төмендету мақсатында осы арнайы бағдарлама әзірленіп, 116 сүтті тауарлы ферма салуды қолға алдық. Бұл жұмыстар қазіргі таңда 48 сүт тауарлы ферма іске асырылды. Біз ойлап отырмыз, алдағы осы 2-3 жылдың ішінде біз толық өзімізге қойған міндеттемелерді сүт тауарлы фермаларды қаржыландыру, оны іске асыру бағытында жұмыстарымызды аяқтайтын боламыз. 25 жылда енді Алматы облысы бойынша да айтып өтейін, сүтті тауарлы фермаларды қаржыландыру бойынша жұмыстар жүргізілген. Осы Алматы облысы бойынша, тек қана Алматы облысы бойынша
23 жылы біз 15 миллиард теңге қаржы бөліп, 13 жобаны қаржыландырдық. Енді оның ішінде мынау біздің тізіміміздің барлығы бар. Енді бұл жерде егер шаруа қожалық басшылары мүшелері болса, бізде 4-5 шаруа қожалықтары әлемдегі толық іске асырылмаған. Сол бірінші біз бұл міндетімізді аяқтауымыз керек. Ағымдағы жылда, өткен жылда 24 жылда қаржы қарастырылған, оның ішінде 5 миллиард сомасына 2 жоба қаржыландырылған. Бұл енді мынау қой шаруашылығы, етті мал шаруашылығына қаржы жұмсалған екен. Ағымдағы жылда қаржы қарастырылған, бірақ бірінші біздің қазір қойылатын талабымыз өткен жылдың қаржысын толық игеру қажет. Одан кейін 23 жыл берілген қаржыландыруды жобалар іске асыру керек. Ал одан кейін 25 жылға қателеспесем 12 миллиард көлемінде қаржы қарастырылған. 8 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылған. Бұл қаржыны біз толық жылдың соңына дейін қамтамасыз етіп береміз. Енді жалпы бюджет мәселесіне келетін болсақ, ағымдағы жылы агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға Алматы облысының жергілікті бюджетінде 28 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Соның ішінде қаржы құралдары бар, мал шаруашылығы бар, өсімдік шаруашылығы бар. Енді әрине өздеріңізде жалпы әлеуметтік желілерден жаңалықтардан байқап қарап отырсыздар. Енді бюджетке қатысты мәселелер бар, бірақ ол сол мәселелерді шешу мақсатында арнайы үкімет тарапынан да кешенді жұмыстар жүргізілуде. Әр әкімдіктер де осы арнайы кірістер департаменттерімен бірлесіп бюджетті ұлғайту, оны көбейту мақсатында жұмыстар жүргізілуде. Сол себептен де әрине мәселе туындап жатыр, бірақ оның барлығы біздің өзіміздің бақылауда. Үкімет басшысы, мемлекет басшысы осыған қатаң бақылауда ұстап, тездетіп шаруалардың бүгінгі таңда туындап отырған субсидиялауға қатысты мәселелерді тездетіп шешу бойынша тапсырмалар берілген. Бұл біздің қатаң бақылауымызда. Сол себептен де әріптестер, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері, мен қысқаша сіздерге министрлік тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар бойынша кішігірім баяндап өттім. Әрине жасалып жатқан жұмыстар көп. Өздеріңіз де осы бағытта үлкен атсалысып жұмыс жасап жатсыздар. Біріншіден әрине мынау біздің елдің экономикасына қосып жатқан ауыл шаруашылығы өндірушілерінің үлесі өте жоғары. Өйткені бірінші біздің басты мақсатымыз азық-түлікпен қамтамасыз ету, елді былайша айтқанда тамақпен қамтамасыз ету басты мақсат. Сол себептен осы бағытта іске асып жатқан өздеріңіз бірден-бір осы сіздердің үлестеріңіз. Сол себептен осы жағдайды қолдана отырып, үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіздерге үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз бойынша біз дайынбыз. Мынау жалпы кездесуден кейін бізде жеке қабылдау болады. Жеке қабылдауда да өздеріңіз жеке қатысты мәселелеріңіз болса, сол жеке қабылдауда сұрақтар қойсаңыздар болады. Ал жалпы сұрақтарыңыз болса, ортақ мәселелер болса, айтыңыздар, біз жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Рахмет, Ермек Ешқанұлы. Министрлік тарапынан атқарылған жұмыстардың алысымыз үлкен. Енді рұқсат болса сұрақтарға көшсек, сұрақтар болса қосыңыздар. Рұқсат болса, рахмет. Ермек Кенжеханұлы, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Ермек Кенжеханұлы, бізде мынандай бір мәселе болып тұр. Облыс деңгейінде субсидия, ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға шамамен 28 миллиард теңге бөлінді ғой. Оның 90% алдыңғы жылдардың субсидияда резервте тұрған қарыздар төлеуге кетті. Қазіргі таңда бүткіл облыста 2000-ға жуық өтінімдер резервте тұр, шамамен 32 миллиард теңгеге. Енді жыл соңына дейін ол сома 45-46 миллиард теңгеге дейін барады. Осы тұрғыда үкімет резерв есебінен аталған субсидияларды жабуға мүмкіндік қарастыруға бола ма? Өйткені бізге былай қарасаңыз, біраз шаруалар кредит алды, техника алды, оның үстінде ғана техниканың үстемесін шаруалар өз қалтасынан төлеп отыр, субсидия түскенше. Біраз негізі қиындықтар туындап отыр. Соны шешуге мүмкіндік болса, осы тараптан қарастырып көрсеңіздер. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Әрине бағана мен өз сөзімде айтып өттім. Қазіргі таңда шаруалардың көтеріп отырған бірден-бір мәселелері осы субсидиялауға тиісті қаражаттың жетіспеушілігі мәселесі. Енді бұл енді былайша айтқанда бүкіл республиканың алдында тұрған үлкен кешенді бір мәселелердің бірі деп айтуға болады. Өйткені бұл қаржылық тапшылық мәселесі біздің тек қана ауыл шаруашылығы саласында емес, бүкіл біздің мемлекеттік
саладағы барлық бағыттарда бар деп айтуға болады. Бірақ енді шынын айту керек, бұндай бюджеттің тапшылығына қарамастан үкімет басшылығы ауыл шаруашылығына қолдау шараларын азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтіп жатыр. Бағана мен өзімше баяндамада айттым ғой, мысалдар бойынша. Мынау егін көктемгі дала жұмыстарына бүгінгі таңда мысалы бір жылдың өзінде атқамінер көлемін 700 миллиардқа жеткізді. Қаржы тапшылығына, бюджет тапшылығына қарамастан, өйткені үкімет басшылары осы қаншалықты ауыл шаруашылығы маңызды екенін ескеріп, бюджет тапшылығына қарамастан қаржыландыру көлемін төмендетіп жатқан жоқ, керісінше көбейтіп жатыр. Жаңа мысал ретінде бір тек қана көктем дала жұмыстарын айтуға болады. Ал енді сіздердің жәндегі субсидияға қатысты қаржы мәселесіне келетін болсақ, менің берген ақпаратыма сәйкес, мынау Алматы облысы бойынша бірінші жылдың басындағы қаржы қажеттілік, қосымша қажеттілік көлемі 27 миллиард теңге деп айтып отыр. Бұл мәселе бойынша, соңғы ақпарат бойынша, қазір мемлекет тарапынан осы мәселе бойынша 20 миллиард қаржы бөлінген. Осы 20 миллиардтың 4 миллиарды тек қана осы Алматы облысы арнайы бөлінген 4 миллиарды. Солай ғой, да? Алматы облысы бойынша отырған биыл ағымдағы жылғы бөлінген субсидия 28 миллиард болса, келесі жылға 38 миллиард. Түсінікті. Бұл жерде біз енді қазіргі таңда ендігі жылдың қаржы көлемін ұлғайту арқылы мәселені шешуді бағыттап отырмыз. Енді қазір тоқ деген бар, трансфер общего характера. Соның мысалы сіздерде осы жылы 28 болса, ендігі жылы 38-ге көбейтіп, соны есептеу мүмкіндігі қазіргі таңда қаралып отыр. Енді біз бұл тек қана ендігі жылы күтіп отырмай, қосымша бюджеттің мүмкіндіктерін зерттеп жатырмыз. Егер қосымша мүмкіндіктер болып жатса, әрине біз бірінші кезекте осы бағытты жолдайтын боламыз. Өйткені бұл республика көлеміндегі тағы да айтып өтейін, үлкен бір мәселелердің бірі біздің бойымызда тұрған, бұл біздің күн тәртібіміздегі ең бірінші мәселе. Сол себептен де егер қосымша мүмкіндік болып жатса, біз оны әрине ендігі жылға созбай қарастырып береміз. Бірақ қазіргі таңдағы шешім бұл ендігі жылдың бюджетін біз көтеріп отырмыз Алматы облысына, соның есебінен шешуге мүмкіндік болады. Рахмет. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтар бар ма? Вопрос есть? Сұрақтар қойыңыздар, ұялмаңыздар. Сұрақтар қойыңыздар. Түсінікті, сұрағыңызға рахмет. Енді бізде суармашылық егіншілікті дамыту мемлекет басшысы тапсырмасы. Бүгінгі таңда біз жалпы 2 миллион гектар суармалы гектар жеріміз бар десек, 1,5 миллион гектары бүгінгі таңда қолданып отыр. Қалған көлемі қолданбаудың басты мақсаты тиісті өзіңіз айтқандай инфрақұрылымның болмауы. Екінші, судың жетіспеушілігі мәселесі. Сол себептен бүгінгі таңда былайша айтқанда нақты 1,5 миллион гектарға жуық жер суармалықпен қамтамасыз етілген. Поток мәселеңіз бойынша бұл мәселе бізде арнайы су министрлігі құрылған. Су және ирригация министрлігі солардың құзыретінде потокпен қамтамасыз ету, сол судың инфрақұрылымын дамыту, сумен қамтамасыз ету, барлық су министрлігінде. Сіздің мәселеңізді мен өзіңізге жазып алдым. Барғаннан кейін өзім әріптесім міндетті түрде сізге жеткізіп беріп, сол мәселені. Бізде осы жалпы отырыстың хаттамасы толтырылады. Сол хаттамада сіздің өтінішіңізді міндетті түрде көрсетіп, су министрлігіне сіздің өтінішті жеткізіп береміз. Одан кейін қорытындысы бойынша біз ақпарат рәсімдеп жеткіземіз. Енді мәселе былай ғой, например, ана сіздер айтып отырсыз, дизель көктем уақытысында неге ол дизель беріліп, халыққа судың бағасы көбейді, ол бір халық дизайншылары техника қайда көбейіп, өздері
шартқа келісіп отырып, еш отыруға сәләтінде. Енді судың мәселесіне мен өкінішті жауап бере алмаймын сізге. Өйткені жаңа сіз айтқан мәселе судың тарифіне қатысты мәселе, суды жөніндегі қолдану мәселесі, каналдарды тазалау мәселесі, оның дизель отынын қолдану мәселесі, барлық оған мен су шаруашылығы министрі жауап береді. Мен қазір сізге жалған ақпарат беріп, сізді дұрыс бағытта қойсам, ол дұрыс болмайды. Сол себепті мен өтінішімді жеткізейін, өзіңізге жазбаша түрде азаматтар тиісті ақпарат береді. Хорошо, рахмет. Сұрақтар. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. ТО Телеком компаниясы. Мен ауыл аманаты бойынша сұрағым бар. 2,5 миллиардтай ақша бөлінді. Үлкен өтініш қабылданды, 700-ге жуық қазір. 7,5 миллиардқа дейін өтініш қабылданды. Сол қаржы жағы қалай шешіліп отыр? Қалай шешіледі? Рахмет, сұрағыңызға рахмет. Бұл енді ауыл аманаты бағдарламасы осыдан 3 жыл көлемінде басталды. Ауыл аманаты бағдарламасының басты мақсаты осы ауылдық деңгейдегі жалпы ауыл шаруашылық дейік, жалпы ауыл азаматтарын былайша айтқанда жұмыспен қамтамасыз ету, ауыл азаматтарын кәсіпкерлікке бағыттау мақсатында жасалған жобалардың бірі. Қазіргі таңда ағымдағы жылы 20 миллиард теңге қаржы қарастырылған осы жылда. Енді біз бұл құзыреттілікті бүгінгі таңда біздің ұлттық экономика министрлігіне ауысып кеткен. Бірақ енді оған қарамастан сіздің сұрағыңыз болған соң бірінші траншты біз әлі күтіп жатырмыз. Айтып отырмын, жаңағы бюджеттің тапшылығы мәселесі. Тамыз айына енді біздің тиісті қаржы министрлігі уәде беріп отыр. Тамыз айына бірінші транш қаржы бөлінеді деп жоспарланып отыр. Егер ол қаржы бөлінген жағдайда біз қаржы берілсе, ол жұмыстар жалғасады. Ауыл аманаты бағдарламасы біздің ауыл азаматтарының былайша айтқанда бір үлкен мүмкіндік беретін бағдарламаның бірі. Өйткені енді ауылдық елді мекендерде 2,5% берілетін қаржы ондай мүмкіндік жоқ. Ешқандай банк, ешқандай мекеме 2,5% ауылдық деңгейде берілмейді. Сол себептен әрине біз ауыл азаматтарының былайша айтқанда сұраныстарын, сұрауларын жақсы білеміз. Ауыл азаматтарының қажет етеді. Сол себептен үкімет басшысы да бұл мәселені жақсы біледі. 2,5% осы алдағы уақытта тамыз айында күтіп отырмыз. Түскен бойда өздеріңіздің тиісті тапсырыстарға сәйкес қаржыландыру жұмыстары жалғасады. Сұрақ бар ма? Ассалаумағалейкум. Құрметті Ермек Кенжеханұлы. Мен аты-жөнім Нұрлан Мамыров. Қарасай ауданындағы жылыжай 5 гектарлық жылыжай кешені. Осы биыл табиғи газбен электр қуатының шығындарын жабу субсидиялары болған. Соған заявка тастаған үшін сертификат қажет болып тұр. Ол сертификат 1834 мемлекеттік стандарт бойынша фермерлік теплицаларға беріледі. Бірақ біздің теплицамыз өндірістік деп саналады. Біз заявка тапсырайын десек, ол қажетті документ осы қабылдамайды. Біз бірнеше рет ауыл шаруашылық министрлігіне Астанаға хабарластық, атамекенге хабарластық, ауыл шаруашылық басқармасына, облысқа, районға хабарластық. Ешкім нақты жауап бере алмады. Сертификат беретін мекеме белгіленбеген ережелерде. Ешкім осы күнге дейін бір заявка тастамаған. Өйткені сертификат берілмейді. Ондай мекеме жоқ. Сол сұрақтарға ауыл шаруашылыққа жүгінгенбіз, олар айтты, бізде дайын маман жоқ сол субсидия жайында. Сол жайында көмектесіңіз. Бұл енді мәселені шынымды айтсам, мен өзім Түркістан облысына қызмет жасадым. Түркістан облысы әкімінің орынбасары қызмет жасадым. Енді ол жерде білесіздер, ең көп жылыжайлар сол Түркістан облысына орналасқан. Осы сіз айтып отқан бағдарламаны сол Түркістанда қызмет жасап жүрген уақытында осы бағдарлама жаңадан ашылған. Арнайы сертификация беретін мекеме бар.
стандартизация, аккредитация деген орталық бар. Сол арнайы орталық сол сертификациялар жасайтын мекемеге лицензиясы береді, арнайы мекемеге. Енді мен Алматы облысы бойынша өкінішке орай ақпаратым жоқ екен, бірақ Түркістан облысында арнайы сол сертификация беретін 3 мекеме біз бекіткенбіз. Сол 3 мекеме лицензиясы бар. Сіздер тиісті заявка бересіздер, өндірістік бола ма, жәндегі фермерлік бола ма, екі бағытта да екеуіне де сертификация береді. Сертификация ол бағыт бекітілген. Просто анау неге стандартизация, аккредитация мекемесімен сөйлесу керек. Сол мекеме бар, арнайы лицензия мекемені бекітеді, сіздер соған тиісті ұсыныстарды беру керексіздер. Мен енді ерсайын бар ма жауабын қосымша айтайын? Бізде егіншілік департаменті басқармасының басшысы. Осыған қосатын білесің бар ма? Енді осы ақпарат бар. Алматы облысы бойынша. Негізі осы ақпарат. Қосымша біздің жергілікті кәсіпкер үлкен компаниялар болса, списокты алып, стандарттан комитеттен алып. Давайте. Біз енді өтініш бар. Арнайы әр облыста осы нацекстің өзінің облыстардың филиалдары. Сол филиалдар арнайы компанияларға лицензия береді. Сол лицензия алынған компаниялар сіздерге сертификат береді. Өзі бағыты сондай. Енді мүмкін осы өнімнің ондай қажеттілігі болмаған шығар Алматы облысында. Сол себептен де ол нацекс ешкімге сертификация лицензия жұмыстар жүргізбеген шығар мүмкін. Өйткені сұраныс болмаған есебі. Егер сіз сұраныс болған соң нацекстер трансформат берсеңіздер, олар сертификация жасайтын мекемелер бар, солар жасап береді. Өзімізде арнайы комитетпен сөйлесеміз, сіздерге ақпарат жеткіземіз. Сіз айтқандай Түркістан облысында біздің негізі жылыжайлар одағына кіреміз. Түркістан облысының теплицалары өндірістік, ондай сертификат қажет емес деді. Оның орнына акт воду эксплуатацию соны енгізу керек дейді. Бірақ біздің ауыл шаруашылық басқармасы айтты, ондай болмайды, міндетті түрде сертификат болу керек. Бірақ Түркістанда акт воду болады. Сертификат негізі фермерлік жылдарға арналған. Өндірістік ше? Өндірістікке ол қажет емес. Негізгі сертификат негізі шығарған кезде өндірістік оның барлық документтері бар, ал фермерлік оның ешқандай документтері болмаса ол стандарттарға сәйкес емес анықталып, сол кезде сертификат тек фермерлік жылдарға Ондай болса, Нұрлан мырзаның өтінішіне сәйкес ресми түрде жауап беріңіздер. Өндірістік жылыжайларға сертификация қажет емес. Және АКО-да есебінен тиісті субсидия алуға болады. Сіз нақты жауап беріңіздер де әкімдікке беріңіздер. Әкімдік сіздердің қағаздарыңызды қолданып тиісті субсидиялау жұмыстарын жүргізеді. Келістіңіз? Көп рахмет. Өтінішін алды. Тағы сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Алматы облысы енді үлкен аграрлық өңір. Енді бұл жерде сұрақтар көп болу керек қой негізінде. Азық-түлікті қамтамасыз етуде сіздер үлкен мегаполистің айналасында орналасқансыздар. Енді мәселелер көп. Енді бұл мәселелердің барлығы облыс әкімдігі өз деңгейінде шешім жатыр деп сенеміз оған. Енді орталық орган болса әрине біз мемлекеттік осы саясатта ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізеді, бірақ оны іске асыратын облыс әкімдіктері. Егер сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Егер жеке сұрақтарыңыз болса бағана айттым ғой, қазір осыдан кейін жеке қабылдау өткіземін. Сол жеке қабылдауға келгенде жеке қабылдауда сіздердің жеке сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Бір сұрақ қойсам, химиясқа қатысушылар соңында энергетика байланысты насостар қолданамыз ғой сол қаралар. Общий линияның күші жетпейді, сол себепте біздің насостардың дұрыс жұмыс жасамайды. Соған қарай өнімділігіміз төмен болып отыр. Бұл енді іле ауданы бойынша, Португалия конвенцияның бойында. Сол жағы қашан жасау мүмкін. Тура жауап бермесеңіз де сол сұрақ есептелмасын деп. Енді бізде арнайы ел бойынша облыста ашылды ғой жердегі управление водных ресурсов коммуникации, да? Бұл кісілер қатысып жатыр ғой жақсы. Жауап бере аласыз ба? Біз
президенті уже жауап түсініп тұр, бұл кісілер мощность жетіп жатса, жаңағы формат аталсын керек. Немесе подстанция мощностью көбейту керек. Соның есебінен ғана шешесіздер ғой. Сіздер көріңіздер ғой, бұл кісілер қай подстанция қолданады. Сол подстанция мощностью қарап, мүмкін реконструкция жасау керек. Күшейту керек, сол есебін шешіп отыр. Басқа жауап келмейді. Басқа жауап жоқ. Сол қарастырып, егер енді мүмкіндік болса, бюджеттен қарастырып, енді бұл енді жергілікті бюджет есебінен шешілетін мәселе. Бюджеттен қарастырып, қолдау көрсетіп, көмектесіңіз ғой. Біз қаттамалаймыз жайлы. Жақсы, рахмет. Онда сұрақтарыңыз болса, құрметті Мекеш Ғабыл, осымен жиынымызды аяқтап, жеке қабылдауға көшейік. Да, пожалуйста. Вопрос есть? Пожалуйста. Повезло сразу. Крестьянское хозяйство Магай, Юрий Васильевич, Ильичский район, но сейчас в Алатау. Предполагается ли в дальнейшем субсидирование мелких крестьянских хозяйств? И потом, как начать делать молочно-товарное производство наладить? Будет ли субсидирование какое-нибудь? Хорошо, спасибо большое за вопрос. Ну, смотрите, у нас в целом, когда мы рассматриваем сельхозтоваропроизводителей, мы не разделяем на крупные, на средние, на мелкие. Мы оказываем поддержку всем сельхозтоваропроизводителям. Всем. Вот, например, как мелкое хозяйство, вы, например, приобретаете минеральное удобрение. Вы приобретаете минеральное удобрение, мы субсидируем 60% от ваших расходов. Вы закупаете семена, независимо, мелкое, крупное хозяйство, мы вам субсидируем 50%. Если это элитные семена, то вам 70% субсидируем. То же самое применяется при, например, дизельном топливе. У нас разницы нет, мелкое, среднее. Самое главное, если вы занимаетесь сельским хозяйством, вы являетесь сельхозтоваропроизводителем, тогда все государственные меры поддержки для вас применимы. Мы, еще раз повторяю, мы не делим на мелкое, на среднее. Все, что имеется меры государственной поддержки, они все применяются для ваших хозяйств. В отношении молочных товарных ферм, я вот до этого сказал, что в отношении молочных товарных ферм мы реализуем большие, крупные, скажем, программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов. Поэтому, если вы намерены реализовать, скажем, такое хозяйство, пожалуйста, вот через социальную предпринимательскую корпорацию, СПК онлайн, наверное, да, по 2,5% мы финансируем реализацию инвестиционных проектов именно средств молочных товарных ферм. Это раз. Что у нас еще есть в отношении молочных товарных ферм? Аралин, расскажи. Также для поддержки сельхозпроизводителей применяются меры поддержки в виде обеспечения кормов, в виде субсидирования семян племенного поголовья, семени племенного поголовья. Также, если у вас это не крупное предприятие, а вы хотите такую небольшую семейную ферму, скажем так, то тогда в рамках программы АОН у вас есть возможность реализовать свой проект. Также вот касательно субсидирования в целом, все меры господдержки в сельском хозяйстве носят инвестиционный характер. То есть вы сначала вкладываете в свое производство, после этого, когда со стороны государства, когда государство видит ваш результат, тогда уже государство возмещает вам ваши понесенные потери. Как Юрий Николаевич сказал, например, вы покупаете минеральное удобрение, это в целом по господдержке, на молочно-товарные фермы и прочие отрасли это также распространяется. То есть сначала вы приобретаете, после этого подаетесь на субсидию. Поэтому, если вы хотите создать небольшое маленькое предприятие, то вы будете иметь право претендовать на все меры господдержки, которые имеются в стране. Все хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Шар.
Но должны ли предоставить мне взамен пастбищные земли 1500 гектар, Лийский район? У вас пастбищные земли, Да, пастбищные. Ну, там, смотрите, там у нас вопросы решаются там по факту. Есть возможность, департамент земельных ресурсов нет, да? Вот земельное управление. Ну, земельное управление, подскажите? Да, действительно, если ваш земельный участок попадает под десятку, тогда взамен, если есть свободный земельный участок, предоставляет. А если нет, то? А если нет, то это же госсобственность. Если что-то построено, капитальное строение, тогда... Но сейчас же есть же изымают же так же, как и у нас попадают, там все, которое нецелевое использование получается, изымают. Нет, смотрите, Неужели нет? если вы будете использовать, тогда там другая ситуация. Если земельный участок предоставлен и не используется по предоставленному целевому назначению, тогда этот земельный участок изымается. Это другая статья 92, 94. А в вашем случае вы же говорите, что на вашем земельном участке вы создали полигон военный. В данном случае, согласно 84 статье Земельного кодекса, изымается для государственных нужд. Поэтому, если у государства есть свободный земельный участок, взамен он предлагает в другом месте. Если нет, это же государственная собственность. Но у нас же, если мы взяли ее, мы же рассчитывали, что на 49 лет приобретали, есть живность, есть там все, где его этот самый пасти. У вас Где? сколько гектаров? 1500. 1500, это же небольшие площади. Ну. Поэтому, я думаю, посмотрите, помогите. 1500 это, в принципе, для Алматинской области, я думаю, это небольшое. Поэтому помогите. Вот то, что там управление земельных отношений говорит, да, правильно, на самом деле, если это неиспользуемый земельный участок, то, конечно, мы его отбираем, расширение суда, как согласно свой проект, там ничего не предусмотрено. Это не используем. Уведомление дали, еще не изъяли. Но уведомление, если дали уже, если не сегодня, то завтра придут аэростандарт. Вот да, у нас предусмотрено в законе для государственных нужд. Вот, например, если, например, собираются трассу устроить, это для государственных нужд, мы его изымаем. То же самое планируется, например, какой-то объект построить, социальный объект другого характера. То же самое, для государственных нужд мы его изымаем. Хорошо, мы не против, но предоставить нам же тоже остаток времени еще 20 лет. Хорошо. Мы же брали на 49. 20 лет. Ну, возьмите на контроль, да, помогите. Хорошо. Спасибо. Вот с контактом вы обменяйтесь, хорошо? Хорошо. Вы будете управление земельных отношений, поможет. Хорошо? Да, пожалуйста. Равжурка. Сізде теплица бірізіп тұрма уже? Жоқ, енді үйде тұр, мен дайындап қойғам. А негізі жер уже өндіріп қойған. Егер жердің басында құрылыс нысандары болса, теплица болса, или же мынау интенсивный сад дейді ғой, интенсивный сад болса, ол жерде компенсация жасалады. Ол сізге компенсация. Ал егер құр бос жер болатын болса, онда оған ештеңе қатысы жоқ. Бос жер емес, өзіме жоңышқа салып қойғам. Қазір тұр ғой енді. Ал жерді мен биыл тұрып, виноград салайын деймін. Негізі ұяттық емес, а менің несін сортын алайын. Ондай кезде компенсация қарастырмаған. Енді бұл жерде егер сіз жоңышқа егген болса, онда сізді жоңышқаны жинап алуға мүмкіндік береді әкімдік. Ары қарай бірақ енді мемлекеттің қажеттілігі болатын болса, оны қолдану керек. Егер басқа да жерді ауыстырып беретін мүмкіндік болса, онда әкімдік оны шешіп беруі қажет. Енді бұл ситуацияда сізде қазір жеріңіз Алатау қаласының ішінде ғой. Енді жер кодексінің 107-109 бабына сәйкес все земли населенных пунктов используются согласно генплану. Ваш жоспарға сәйкес жерлер пайдалануға беріледі. Сіздің жеріңіз егер қаланың ішіндегі бір социальный объект, больница, мектеп, бірдемеге түсіп тұрса, ол 84 бапқа сәйкес алып қоюға мәжбүр түрде. Болашақта
былай айтайықшы, жалпы Алатау қаласының ішінде болашақта ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ауылдың іші болып, қаланың іші болғандықтан тек қана бас жоспарға сәйкес пайдаланылады. Сіздер қазір енді кінәлі емессіздер, что жерлеріңіз кірсіз қаланың сыртымызға құрды, бірақ та бас жоспар бекітілгенге сәйкес, сол жоспарға сәйкес, қаладан жоспарға сәйкес жерлер игерілетін болады. Енді жаңағы теплицаңызға келетін болсақ, вице-министр айтып өтті, егер по факту тұрса, жұмыстар болса, онда ақы төленіп беріледі. А егер онда ештеңе болмайтын болса, тек қана жердің ақысы беріледі. Жоқ, мен оны түсініп отырмын. Енді сіздер түсіністірші. Бізде сондай планмен болды ғой. Мен сондай планмен виноград салумен ой болған. Болмаса, заранее қазір жер нақты қай жерден бересіздер, мен соны чтобы ағай ұйымдастыратын. Себебі мен өзім бір кісіден алғам. 8 гектар жерін арендаға алып, малина салған. Ол кісі 2 жылдан кейін алып, мен қашанда өйтіп жүрем бір дегенде арендада. Уақытша арендасында. Мынаған виноград салуын деген ойға. Бүкіл малинаның бәрі кетті ана кісімен. Мына мен виноград салып алсам, ертең күні виноград үкімет алса, мен не істеймін сонда? Шығынға батып отырайын ба? 1,8 мен. 1,8. Жоқ, мен жоспарым бар сондай. Сондай жоспарым бар. Оны мен просто бұрынғы әкім болған оңай білер. Сол кісіде оны білетін. Енді сол жерді дұрыстап, дайындап, кәдімгідей жүйелеп отырған. Енді тұрып, биылғы ақырында бұны ұйымдастырайын деген, уже изъятияға кетеді. Мен соған енді білейін тұрмын, қай жылы кетеді, қанша жылдан кетеді, чтоб нақты мен салғаннан кейін, 1 жыл салғаннан кейін 2 жылдан кейін аламын өндірісін. Ол жердің мәселесі жалпы сіздер аудан әкімдігімен келісіп жұмыс жасау керексіздер. Ол қай аудан? Алатау қаласы. Алатау қаласымен келісіп жұмыс жасау керексіздер. Егер Алатау қаласы жерді бізге мемлекеттің бағытта Алатау сізге ұсыныс берілген. Осы ұсыныс бересіз, оны сіздер бағытта өздерінің ұсыныстарын беру керек. Әрбір жердегі шаруамен кездесіп, егер егіліп жатқан жеріңіз болса, басқа да компенсация қарастырылмаған деп тұр, бірақ басқа ұсыныстар енгізу қажет. Оны ары өзіңіз шешім алыңыз. Сіз өзіңіз қарайсыз. Оны аудандық әкімдіктің шешетін басты мақсаты. Жер қатынастар басқармасымен бірлесіп қазір Алатау қаласымен сізге анықтамасын береміз. Жоспар бойынша қай жылы изъятияға өз тарапымыздан бізге хаттама жіберіңіз. Ол жақ дұрыс еді, потому что біз білдік та қанша жылға шейін өндіріс шығара алатынбыз, что расход біреудің аузына келіп қалмайтын. Себебі керек емес ол кредитке вопрос орында. Сұрағыңыз дұрыс, өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Енді жаңа айтып отырмын, бағана сіздердің басқарма ретінде қала әкімдігімен бірлесіп шаруаларға айтыңыздар. Сіздің жеріңіз изъятия мына жыл, сіздің жеріңіз мына жыл. Түсінікті, генплан бекітілді. Генплан бекітілген соң, бұл генплан деген сол қала осы бағытта дамиды деген сөз. Сіздің жеріңізге мүмкін әлеуметтік нысандар түседі, басқа да нысандар түседі. Бірақ соған сәйкес әкімдік айту керек. Сіздің жеріңіз мына жылда тұр, сіздің жеріңіз мына жылда тұр. Соған сәйкес бұл сөз жоспарлау қажет. Сұрағы орынды. Жер басқармасымен қала әкімдігімен бірлесіп оны нақтылау қажет. Жақсы. Сізді бақылап алып, бұл кісіге жауап беріңіздер. Жақсы. Сұрақ қалып кетпесіңіздер. Бар ма сұрақтар? Жоқ болса рахмет. Жақсы, баршаңызға үлкен рахмет. Және басында айттым ғой, Алматы өңірінің мүмкіндігі өте жоғары, потенциал өте жоғары. Бірінші, өйткені мегаполистің айналысында орналасқансыздар. Екінші, мынау жалпы природалық, жалпы климаттық жағдайлары өте тұрақты. Су мүмкіндіктеріңіз салыстырмалы түрге қарағанда жақсы. Алматы облысына шынымды айтсам, қаншама инвестициялық жобаларды іске асырамыз деп жүрген шетелдік те жергілікті азаматтар өте көп. Бүгінгі таңның өзінде өзім жеке басым қаншама шетелдік азаматтармен мынау былайша айтқанда үлкен әлемдік деңгейдегі трансұлттық корпорациялар қазір Алматы облысында жобалар іске асырамыз деп жүр. Оның ішінде айтып өтсем, PepsiCo деген компания, Mars деген компания, одан жердегі венгерлік UBM, арабтар тиісті үлкен завод саламыз деп жатыр. Қаншама, одан да басқа қаншама үлкен ауыл шаруашылығы саласында, өңдеу саласында жұмыс жасаймыз деп жүрген компаниялар көп, мүмкіндігі өте мол. Сол себептен де үкімет осы бағытта жұмыс жасап өздеріңіз үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді министрлік тарапынан әрине ауыл шаруашылығы үшін, жалпы өңір үшін біз
жауаптарын береміз, бақылауға аламыз, мәселелерді шешу бағытында жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Үлкен рахмет баршаларыңызға.